Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің арнамда атаулы әлеуметтік көмекке керекті құжаттар туралы бұдан бұрын шыққан бір бейнем бар. Бірақ оны көңілге толымды етіп жасамағандығымнан екінші рет дұрыстап жасайын дедім. Осы видеоның бөлімдерінің уақыттары сипаттамада көрсетілген. Сізге керек бөлімінің уақытына бассаңыз, оған өте аласыз. Егер сізге осы бейнем ұнаса, онда оған ұнату белгісін басып, менің арнама жазылуыңызды өтінемін. Қандай құжат керек екендігі екі нәрсеге сүйеніп баяндадым. Біріншісі атаулы әлеуметтік көмек туралы заңдар, екіншісі өзімнің естіп білгенім. Мен заңгер емеспін, сондықтан бейнемде кейбір қателіктер орын алуы мүмкін. Атаулы әлеуметтік көмек туралы мынандай негізгі заңдар бар. Олардың барлығын интернеттен тегін көшіріп ала аласыздар. Осы видеоның сипаттамасында оларға сілтемелер бар. Заңдардың ішінде өтініш берудің үлгісі де бар. Бірінші заң 2001 жылғы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы негізгі заң. Екінші заң мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту туралы 2015 жылғы 320 бұйрық. Үшінші заң мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға үміткер адамның жиынтық табысын есептеудің ережесін бекіту туралы 2009 жылдың нөмірі 237 бұйрығы. Теледидарда, интернетте, тіпті атаулы әлеуметтік көмек туралы заңда сізге атаулы әлеуметтік көмекке өтініш бергенде тек жеке куәліктеріңізді алып келсеңіз жеткілікті, дейді. Бірақ жұмыспен қамту орталықтарына барғанда олар сізден қосымша құжаттар сұрайды. Атаулы әлеуметтік көмек туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы негізгі заңының 3 бабының 1 тармағында мынандай жолдар бар. Мемлекеттік органдардың және ұйымдардың ақпараттық жүйелерінде құжаттардың электрондық көшірмелері болмаған жағдайда өтініш беруші мемлекеттік органдардың және ұйымдардың тиісті ақпараттық жүйелерінде жоқ мәліметтерді растайтын құжаттарды ұсынады. Енді екінші заңға, яғни нөмірі 320 бұйрыққа назар аударсақ, оның екінші тарауының 8 тармағында былай деп жазылған. Ақпараттық жүйелерде мәліметтер болмаған кезде өтініш беруші осы қағидаларға 12 қосымшаға сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көрсетілген мемлекеттік органның немесе ұйымның тиісті ақпараттық жүйелерінде жоқ мәліметтерді растайтын құжаттарды береді. Енді осы 320 бұйрыққа 12 қосымшаны ашып көрсек, онда бірнеше қызықты ақпараттар бар. Оның ішінде құжаттар мен растау керек жағдайлар тізімі келтірілген. Ол 24 тармақтан, яғни пункттен тұрады. Оларды экрандарыңыздан өз бетіңізше оқи аласыздар. Бұл 24 пункт не білдіреді? Осы тармақтардың ішінде сізге қатысты болған жағдай бар болса, оны құжатпен растау керек болуы мүмкін. Бұл 24 пункт немесе тармақ осы 320 бұйрықтың 7 тарауына сәйкес келеді, яғни олар бірдей. Оны да экрандарыңыздан оқи аласыздар. Енді мен осы тармақтардан сізге білетіндерімді атап өтемін. Ең бірінші тармақ бұл жеке басты куәландыратын құжат. Осы кезде атап кететін бір жайт, отбасы мүшелерінің кез келгенінің жеке бас куәлігі емес, тек қана өтініш берушінің куәлігі керек. Ал егер өтініш берушінің орнына басқа бір адам өтініш берсе, онда оның қолында нотариуспен расталған сіздің атыңыздан сенім хаты болуы керек. Болмаса, ол сіздің орныңызға атаулы әлеуметтік көмекке өтініш бере алмайды. Олай дейтінім, осы 320 бұйрықтың осы екінші тарауының 8 тармағында келесі жолдар бар. Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың тиісті ақпараттық жүйелерінде жоқ мәліметтерді растайтын өтінішті және құжаттарды үшінші тұлғалардың атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау үшін беруі, атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар адамның нотариат куәландырған сенім хаты бойынша жүзеге асырылады. Ал екінші тараудың 6 тармағында келесідей жолдар жазылған. Бұл ретте өтініш берушіде сәйкестендіру үшін өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат, Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі, паспорты, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктердің тұруға ықтияр хаты, азаматтығы жоқ адамның куәлігі, босқын куәлігі, ал оралмандар үшін оралман куәлігі болуға тиіс. Бұл яғни Қазақстан Республикасы азаматтарына жеке куәлік, қандастарға оралман мәртебесі туралы куәлігі, азаматтығы жоқ адамға босқын куәлігі, шетелдіктерге тұруға ықтияр хаты.
вид на жительство болуы тиіс. Ары қарай кеттік. Келесі пункт отбасының әрбір мүшесіне тұрақты немесе уақытша тұрғылықты жері бойынша тіркеу туралы. Мен тіркеу, яғни прописка туралы көп білмеймін. Алайда осы 320-шы бұйрықтың екінші тарауының 4-ші тармағында былай деп жазылған. Тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркелмеген жағдайда, тұрғылықты жері бір елді мекен шегінде атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауға жүгінген күннің алдыңғы 6 ай ішінде уақытша болу тұру орны бойынша мынандай жағдайларды қоспағанда тіркелумен расталады. Ары қарай бірнеше нәрсе айтылады. Бізге керегі прописка. Бұл жерде екі нәрсені түсінеміз. Біріншіден, тұрғылықты жері мен пропискасы бір елді мекен ішінде болуы керек. Бірақ бұл дегені тұратын жер мен тіркеу бір жерде болуы керек деген сөз емес. Екіншіден, уақытша прописка болса, атаулы әлеуметтік көмекке тапсыру үшін ол мекенжай бойынша 6 ай тұру керек. Яғни сіз үй жалдап тұратын болсаңыз, онда ол жерде 6 ай бойы тұру керек. Және егер сіз мысалыға Қарағандыда тіркеліп, Алматыда тұрсаңыз, Алматыда атаулы әлеуметтік көмекке тапсыру үшін Алматыға тіркеуіңізді ауыстыру керек. Тұратын жер мен прописка бір елді мекенде болуы керек, бірақ олар бір жер болу міндет емес. Келесі пункт. Егер адам мүгедек немесе еңбекке қабілетсіз болса, мүгедектерде мүгедектігін растайтын куәліктері болуы керек. Атаулы әлеуметтік көмекке тапсырғанда оның мерзімі аяқталмау шарт. Осы 320-шы бұйрықтың 1-ші тарауының 9-ші тармақшасына сәйкес, 1-ші және 2-ші топтағы мүгедектер еңбекке қабілетсіз адамдар болып саналса, ал 3-ші топтағы мүгедектер бұл заң бойынша еңбекке қабілетті адамдар болып саналады. Сонымен қоса, егер адам ауру болса, онда оған 2 айдан астам еңбекке уақытша қабілетсіздік мерзімі белгіленген анықтамасы болуы керек. Ол анықтама ВКК деп аталады. Оны тұрғылықты жері бойынша емханаларда алу керек. Келесі тармақ баланың барлық балаларға тууын, қайтыс болуын тіркеу туралы. Яғни балаларыңыз болса, онда барлығының туу туралы куәліктері керек. Келесі пункт, егер 18 жастан 23 жасқа дейінгі асырауындағылар күндізгі оқу нысанының білім алушылары болып табылса, оқу орнында оқу фактісі туралы. Яғни балаңыз университет, колледж немесе басқа оқу орнында күндізгі бөлімде очно оқыса, деканатына немесе басшылыққа барып, сол жерде оқитындығы туралы анықтама алып келеді. Анықтама ағымдағы оқу жылына арналуы керек. Соған назар аударыңыз. Келесі тармақ. Табыс туралы. Жалақы, әлеуметтік төлемдер, кәсіпкерлік қызметтен түскен табыстар, жылжымайтын және жылжымалы мүлікті жалға беруден, жылжымайтын және жылжымалы мүлікті сатудан түскен табыстар. Яғни егер сіз бір жерде ресми түрде заңды жұмыс істесеңіз, онда сізден атаулы әлеуметтік көмекке өтініш берер алдындағы 90-ның, яғни кварталдың, яғни 3 айда қанша жалақы алғаныңыз жөніндегі анықтама сұрауы мүмкін. Ол анықтаманы сіздің жұмыс орныңызда береді. Ол анықтамада айлығыңыздан басқа сіздің жұмыс орныңыз туралы ақпарат болуы керек. Яғни оның атауы, оның мекен жайы, телефоны, бастығыңыздың қолы, аты, мөрі және тағы сондай сияқты басқа мәліметтер. Сондай-ақ егер сіз өткен 90-да жұмысқа кірсеңіз, онда сізден жұмысқа тұру туралы бұйрықты сұрайды. Ол бұйрықта сіз жұмысқа қашан кіргеніңіз, кім болып, қандай қызметке кіргеніңіз туралы ақпарат, сонымен қатар жоғарыда айтылғандай жұмыс орныңыздың атауы, оның мекен жайы, телефон нөмірлері, бастықтың аты жөні мен мөрі, мекеме ішіндегі тіркеу нөмірі және тағысын тағы жазылуы керек. Бұл екі құжаттың үлгілері экранда көре аласыздар. Сонымен қоса, олар интернетте де бар. Google немесе Яндекстен приказ о принятии на работу немесе справка о доходах деп жазып таба аласыздар. Егер өткен 90-да бір жұмыстан шығып екіншісіне кірсеңіз, онда біріншісінен өткен 90-да жұмыстан шықпай тұрып алған айлығыңыз туралы анықтама, ал екінші жұмысыңыздан өткен 90-ның қалған күндерінде алған айлығыңыз туралы анықтама мен жұмысқа кіру туралы бұйрықты алу керек болады. Яғни, екі жұмысыңыздан да анықтама алу керек. Егер сіздер мемлекеттен қандай да бір көмек, пособие алатын болсаңыз, онда оларды да қанша мөлшерде алғаныңыз жөнінде анықтама сұралуы мүмкін. Сонымен қоса, егер сіздер бір нәрсені жалға берсеңіз не сатсаңыз, онда осы жалдаудан не сатудан түскен табыстың мөлшерін растайтын құжат сұралуы мүмкін. Келесі тармақ. Дара кәсіпкерлердің мәртебесі туралы. Дара кәсіпкерлер үшін салық режимдері келесідей. Біріншісі, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін арнайы салық режимі. Екіншісі, жалпы бекітілген салық режимі.
Үшіншісі, шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимі. Мен осылардың ішіндегі үшіншісінің патент және оңайлатылған декларация негізінде есептеуге тоқталғым келеді. Егер сіз ИП-іңізді патент негізінде жүргізсеңіз, онда сізден өткен 90-ды қамтитын патенттерді алып келуіңізді сұрауы мүмкін. Сонымен қоса, егер ИП-іңізді өткен 90-ды ашсаңыз немесе жапсаңыз, онда ИП-ні ашу не жабу туралы хабарламаны алып келуді сұрауы мүмкін. Егер сіз оңайлатылған декларация бойынша ИП-іңізді жүргізсеңіз, онда соңғы жарты жылдыққа табысыңыз көрсетілген декларацияңызды алып келу керек болуы мүмкін. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындауға жүгінер алдындағы 3 ай қатарынан алимент туралы және немесе берешектің болуы туралы. Бұл жерде атап кететін нәрсе, жұмыспен қамту орталықтарына жүгінгенде, егер сіз бөлек тұрып, бірақ ресми ажыраспасаңыз, онда бірінші ажырасуыңыз керек. Ал егер сіз ажырасып, бірақ алиментке бермесеңіз, онда жұмыспен қамту орталығы сізді бірінші алиментке сотқа өтініш беруіңізді сұрайды. Егер сіз ажырасып, алиментке берсеңіз, онда келесідей құжаттар сұралады. Біріншісі, ажырасу туралы сот бұйрығы шешімі. Екіншісі, алимент өндіру туралы сот бұйрығы шешімі. Үшіншісі, сот орындаушыдан сізге алдыңғы 90-да қанша мөлшерде алимент төлегендігін көрсететін қаулы, постановление. Ал егер алимент төленбесе, алимент бойынша өткен 90-дағы қарыз мөлшері көрсетіледі. Егер сіз некеге тұрмаған болсаңыз, және де балаңыздың туу туралы куәлігінде әкесінің аты көрсетілмесе, онда сізге жалғыз басты ана екендігіңізді растайтын анықтама алып келу керек болуы мүмкін. Ол сондарда беріледі және әр балаға бөлек арналады. Бір баланың әкесінің аты белгісіз болуы мүмкін, ал екінші баланың әкесінің аты белгілі болуы мүмкін. Ондай бала үшін жалғыз басты ана туралы анықтама арналмайды. Оның әкесімен бірге тұрсаңыз, ол отбасы мүшесі болады. Бөлек тұрсаңыз, алимент қағаздары сұралады. Өтініш берушінің отбасы мүшелерінің бас бостандығынан айыру немесе мәжбүрлеп емдеу орындарында болуы туралы. Яғни, егер отбасы мүшелерінің біреуі түрмеде, немесе психиатриялық диспансерде, немесе сондай сияқты басқа мекемелерде болса, оны растайтын анықтама болуы керек. Меншігінде автокөлік құралының болуы. Осы жерде бір нәрсені айтып өту керек. Егер сіз көлігіңізді доверенность, яғни сенімхат арқылы баяғыда сатып жіберсеңіз, онда автоцонға барып, техпаспортыңызды жойып жіберуіңіз керек. Олай жойылмаса, онда көлік сіздің атыңызда тұра береді. Осымен бұл бейнемде айтқым келгені аяқталды. Егер осы бейнем сіздерге пайдалы болса, оған ұнату белгісін басып, менің арнама жазылуыңызды өтінемін. Аман есен сау болыңыздар.